Әңгіме басталмай тұрып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Нәбиден Әбутәлиев. Қорқақтар батырлардан көп. Үстіне қазақтың оқалы көк мақпал шапанын киген батыр ағамыз жайланып отырып, ұзындығы кереғарыс ақ мүштігін аузына жақындатты да, темекі түтінін бұрқыратып, сөзін одан әрі жалғады. Біз отырған бөлмеге полковниктің жұбайы Ғайникамал Бекбайқызы Баубекова кірді. Баукең жұбайын Кәмаш деп атап кеткен. Сұңғақ бойлы, аққұба өңді, кескін келбеті әдемі кісі. Баукеңмен ең алғаш артистер бригадасымен майданға концерт беруге барғанда 1942 жылы 18 жасында танысады. Москва консерваториясын бітірген соң Алматыда актриса болып істеген. Кәмаш тік тұрып қиылып, Баукеңе бір нәрсе айтайын деп айта алмай тұрғандай. Әсте ол Баукеңнің сөзін біреудің бөлгенін жақтырмайтынын жақсы білсе керек, үндемей қайта шығып кетті. Баукең соғыс, әскери қызмет, офицер міндеті, жауынгердің ерлігі хақында айтқанда бос сөз, бояма дерек қоспады. Болғанын болғандай, көргенін қаз қалпында көз алдыңа мыстан мүсін құя салғандай етіп, нақтап көкейге қондыра айтады. Сол шақта тыңдай біліп, құйып алатындай құйма құлағың, шыдай алатын төзімің болсын. Естеріңде болсын, деді ол, қарсы алдындағы Мекемтас Мырзахметов екеумізге қарап. Соғыстың аты соғыс. Онда қорқақ та, батыр да тез танылады. Мен психологпын. Алып келмен айдап келдің командирі емеспін. Сондықтан солдаттың батылдық, ептілік қасиетін, айтқанды екетпейтін адалдығын, ар-ожданын, неден болса да тайынбайтын ерлігін тез сеземін. Соғыста өлмейтін, өлімге бетпе-бет келсе де жеңіп шығатын ақын Қасымша айтсақ, солдаттың етігіндей жаны сірі жауынгерлер болады. Бір мысал айтайын. Мен жас полковникпін. Полктерді аралап жүрмін. Орман шетіндегі түйе тайлылау жылғадан өтем дегенде, машинаның артқы дөңгелектері айналмай тұрып қалды. Мен түсіп алға қарасам, бір рота бізге қарай шеру тартып келе жатыр. Аяқ алыстары жақсы екен. Соны күттім. Жаныма жақындағанда рота командирі «Смирна» деп айқайлап, саптағылардың бәрінің беттерін маған қаратты. Менің назарымды аударған өтіп бара жатқан лектегі бір жауынгердің оң көкірек тұсындағы кере-қарыс қызыл белгілер болды. Сол жауынгерді шақыртып алып, «Әй, мынауың не?» дедім, әлгі қызыл белгіні көрсетіп. «Тән жарақаты ғой әншейін, жаным сау, тамақтан қалғаным жоқ», деді ол. «Мынауың рас болса әншейін емес, көп мыжымай тұр», дедім мен оған қатуланып. Оған өз ротасына кетуге рұқсат еттім. Кешкісін блиндажға қайта шақыртып сөйлестім. Соғыста бұл сирек кездеседі. Бір бойында 16 жарақаты бар. Оның 6-ауы ауыр. Сонда да жаным сау деп қақсап тұр. Дәрігерге тексертіп көрбем, бәрі де рас болды. Әлгі жауынгерге, «Өліммен 16 рет белдескен екенсің. Мен сені 17 рет өлімге жібере алмаймын. Бір жауынгер сендей-ақ шайқасын», дедім. «Жолдас полковник», деді ол, тілін орысшаға келтіре алмай бұрып. «Айта бер», дедім мен. «Менің өлімнен қорықпайтын әдетім бар. Соғыста қорқақтар тез өледі. Мен өлмеймін. Адай Сүйінғара батырдың тұқымымын. Алғы шепке жіберіңіз. Соғыста жүріп соғыспау, мен үшін қайта сол өлім. Ерді намыс өлтіреді деген», деп жек жапар болды әлгі. Маған оның батылдығы ұнап үндемей қалдым. Ол біздің дивизияда біраз болды. Соғыста бүркіттей өжет, намысы күшті, тәуекелшіл солдат болады. Ол дұшпанның қаптаған қалың қолын көрмейді, оқ ысқырғанын естімейді. Тек қолындағы қаруына мықты боп жауды жайрата береді. Атыраулық азамат Әжігерей туралы әңгімесін кең көсіліп айтып келе жатты. Екеуміз де аса сақтықпен одан көзімізді алмай тыңдап отырмыз. Содан кейін, «Енді осыған керісінше бір оқиғаны айтайын. Ол да қажет болар сендерге», деді. Лядова қыстағы үшін қырқыса соғыстық. Генерал Чистяковтың өзі жағдайды әлсін-әлі біліп тұрды. Бір қадамда шегінбедік. Адамымыз азайып барады. Сол кезде дивизияға резервтегі бір батальон келді. Жігіттер мықты екен. Бәрінің де көздері жайнап тұр. Не тапсырсаң да орындауға әзір. Бұларды оң қанаттан шабуылға қосатын болдым. «Жолдас полковник, сізге біреу жолыққысы келеді», деді осы сәтте командирім.
Кешкісін келсін дедім. Қойын дәптеріме батыр бір өлет, қорқақ мың өлет деген сөзді жазып отыр едім. Еңгезердей біреу кіріп келді блиндажыма. Екі беті қып-қызыл тырсиып тұр. Адъютантым Синченкоға аспазым Жанды шақыр дедім. Ол Файзиев деген өзбек жігіті. Алматыда армияға алынарда таңдап алған адамым еді. Соған тамақ әкел мынаған дедім. Ол жүгіріп тамақ әкелді. Әлгі қомаға екен. Тамақты көп жет. Содан кейін шайды да жетерлікте ішті. Тамақ ішіп болған соң не айтасың дедім. Ол: аға, мен сіздің немере туысыңыз. Әбдірәсілмен қиын жағдайда бірге болдым. Ол сізге көрсең сәлем айт, барып жолық деді. Осынысы ұнамай мен қысқарта сөйле дедім. Асханада кезек күтіп көп тұрамыз. Әзер жеткенде бір ожау сұйық көже құяды. Ол не болады біздерге? Ас та болмайды, бойға да жұқпайды. Соны ретке келтіріп, тамағымызды тойғызуға себепкер болыңыз. Мені сол асхананың айналасына от жағып, отын жаруға орналастырсаңыз, тіпті тәуір болар еді. Ең болмаса тамағым тоқ боп жүреді ғой. Менің түсім бұзылып кетті. Синченконы қайыра шақырып алдым. Мынаны батальон командиріне тапсыр. Дереу алғы шептің ең қиын жеріне жіберсін. Ет, қазғарта, бәрі содан табылады. Бұл онда соғыс тамағына тоятын болады дедім. Енді әлгінің өзіне қарап: соғыста туысқандық, жерлестік деген болмайды. Мен дивизия командирімін. Маған дивизиядағы 18 000 жауынгердің бәрі бірдей. Бәрі өз туысымдай. Сен біздің халықтан шыққан надан екенсің дедім. Ол үн қатпастан сұп-сұр болып кетті. Мен де оған үн қатқан жоқпын. Қиян қырғын соғыста қорқақтар батырлардан көп болады. Ертеңіне кешкісін Синченко маған: кеше сізге келген жауынгер алғы шепте оққа ұшты деді. Соғыста кім өлмейді? Обалы неміс фашизміне. Ол өлімге өзін өзі айдап келді, дедім мен оған. Бәукең аз үзілістен кейін: мен өз өмірімнің 25 жылын армия қатарында өткіздім. Солдаттармен бір шинелдің астында ұйықтап, олармен бір ыдыстан ас ішкен адаммын. Зуылдаған оқ ішінде, арпалысқа толы жағдайда жүріп, кімнің кім екенін, өмірдің не екенін, ерліктің не екенін жақсырақ түсінген адаммын. Сондықтан мен өзім Ақсайдың Алаңғасар құлыйы. Өзінің руын айтып отыр. Құлый. Сондықтан мен өзім Ақсайдың Алаңғасар құлыйы бола тұрсам да, шындық болғанда да боямасыз шындықты бетке айтқанды ұнатамын, деп Бәукең әңгімесін аяқтады. Бауыржан Момышұлының әңгімелері. Мен бозармайтын адаммын. Бір жылы Бәукең Мәскеу түбіндегі Малеевкада жазушылардың шығармашылық үйінде демалады. Ол Момышұлына өзінің туған жуалысындай болып кеткен қасиетті жер екен. Орманның іші. Орман болғанда ылғи ақ қайың. Ауасы таза. Демалып шығарма жазуға бір жайлы орын. Бәукеңнің өз шығармаларының көбі осы Малеевкада дүниеге келген. 2-3 күн тынығып, ширыққан соң бильярд бөлмесіне кірсе, екі жазушы ақ шарларды сарт-сұр тұрып ойнап жатыр екен. Өзгелері қоштап жамырасады. Біреуі қолапайсыздау шарды жай домалатады, торға түсіре алмайды. Екіншісі қарсыласын жәукемдеп, тасты бірінен соң бірін тоғытып, азайтып барады. Эх, Давид, дұрыс ұрмадың. Коля, топтап соқ, иіре соқ деген дауыстар. Давид деп тұрғандары қазаққа ұқсас можан топайлау қара екен. Екіншісі еркін қимылдайды, толық келген жалпақ сары кісі. Бәукең шыдамай кетіп: әй, сенің атыңды Дәуіт деп тегін қоймаған шығар. Бұл пайғамбардың аты, жақсы ойна бала, дейді, әлгі дудуға келіп қосылып. Тасты бірінен соң бірін топытып, жалпақ сары жеңіп барады. Бәукең қап деп Дәуітке бүйрегі бұрып-ақ тұр. Әрі берідесін бәсеке бітіп, әлгі сары шынақ жеңеді. Жеңілген қайтушы еді. Дәуіт көрер көзге кішірейіп, жүні жығылып, мұңайыңқылау болып тұрып қалды. Әй, сен осы Күгілдиновсің бе? Деді. Бәукең оны өзіне шақырып. Иә, дейді ол. Сіз кімсіз? Айтпаймын, кейін білесің көкеңнің кім екенін. Айтсаңызшы, ұтылып қап ішім күйіп барады. Қазақ қалмақ бір туған, налыма бала, дейді Бәукең. Қазір өшіңді алып берем ана сарыдан. Ойбай ойнамаңыз, тағы масқара боламыз. Ол осындағы жазушылардың чемпионы. Бір айдан бері ешкімге дес бермей жеңгізбей тұр. Абыржыма, жеңеміз. Одан мықтылардың да бас иген мына көкеңе.
Осы кезде аяғындағы соғыс салған жарасы шаншып, бөксесі көтертпей ақсаңдап жүрген Бәукең келіп, қолына киді алғанда, әлгі чемпион менсінбеген кейіппен менімен бәсекеге түсетін сен кім едің дегендей өркөкіректеніп жоғарыдан қарайды. Келіңіз, жеңілсем өз обалым өзіме, мына трубканы беремін, дейді Бәукең темекі толтырған күміс трубкасын көрсетіп. Бұл Кубаға барғанда Бәукеңе Фидель Кастро ескерткішке сыйлаған трубка еді. Бильярд чемпионы трубканы көріп қызығып кетеді де, естідіңіздер ғой мына кісінің сөзін. Жарайды, текке көңіліңіз қалып, Давид секілденіп бозарып кетіп жүрмеңіз, дейді тұрғандарға естірте. Мен бозармайтын адаммын. Неміс Москва түбіндегі Волоколам тас жолына иек артқанда да бозарған емеспін. Өзің бозарып қалма, сары кісінің бозарғаны жаман болады. Чемпион бұл сөзге мән бермейді де, киді қолына алып тұрып, кезек сенікі дейді. Өзің ұр, жеңген мен емес, сен ғой дейді Бәукең. Ол бәрібір жеңемін, шаппай бергін, трубка менікі дегендей маңғазданып, кейін әдемі бір дөңгелетіп қойып ұрып қалды. Торға бір шарт топ ете түсті. Бастамаң тәуір, деді Бәукең. Кезек өзіне жеткенде ол сәл ойланып, трубкасын сорып, түтінін будақтатып біраз тұрады. Панфилов ұрыс алдында дәл осылай істейді екен. Бір сәт туған жері Шақпақ тауының бауырындағы жазықта үйіздеп тұрған жылқы үйірі көз алдына келді. Жылқы десе бір түрлі өзінің әруағы қозып кететін. Әсіресе құлынның кісінеген даусын естісе ғой шіркін. Бильярд тақтасындағы ақ тастар да бейне сол жылқы сияқты болып көрінді. Қаншырдай қатқан бір ақ байтал шеттеу тұр. Одан қашығырақ екі бие, үш бие қосарлана қалыпты. Жылқының бәрін үркітуге болмайды, деп ойлады ол ішінен. Әзірше маған екеуі жетеді. Анау ақ байталды екі биеге апарып қосамын да, қосақтаған қойдай қосарлай жөнелем. Бәукең жаратылысында әрі көз мерген, әрі қол мерген еді. Өзі туып өскен Ақсайда талай аспанда ұшып бара жатқан үйректі көздемей-ақ атып түсіргені бар. Я сәт, қолдай көр, дулаттың әруағы. Сарт еткен дыбыстан жұрт селк ете қалды. Ақсайдың аспанында бейне шатыр-шұтыр найзағай ойнағандай бірдеме болды. Дәл әлгі ойынан шықты. Торға екі тас түскен екен. Әлгі екі биенің бірі. Сонсын оған қосарланған ақ байтал. Бәукең кит аяғын ұстаған қолын жоғары көтеріп алғанда тұрған жұрт ду қол соқты. Давид қасына жетіп келіп, киімен бірге құшақтады. Асықпа, құттықтауға әлі ерте ағаңды, деді чемпион Давидтің мұнысын жақтырмай. Батыр болсаң үшеу соқ, деді Бауыржан оған ерегісіп. Әйтпесе чемпион түгіл маршал болсаң да ойнамаймын. Әдеттегісінен бәсеңсіп қалған чемпион қарсыласының мысы басты ма, кім білсін, бұл жолы сасыңқырап, шарда асығы сұрды. Біреуі де торға түспей, тасы айдалаға лағып кетті. Ендігі кезек Баукеңдікі еді. Жұрт ақсаңдай басқан, жанары өткір, аққылаң шашты, мынау қарасұр адамға енді ықыласпен қарады. Ол мұртын бір сипап қойып, алдындағы жаңағы жылқы үйіріне бажайлай көз жіберді. Баяғы үйездеп тұрған жылқы жоқ. Бәрі кең алқапта бытырап кеткен. Қап, үйірді әлгі сары кісі үркіткен екен ғой. Айғыры қайда бұл үйірдің, деп ойлады ол. Үйірге сол бас көз болмаушы ма еді? Бие бидің малы, айғыр ханның малы, кедейге түкте жоқ деген. Сөйтсе де жалы төгілген боз айғыр дәл өз жағында, үйірдің құбыла жақ шетінде құлағын тігіп тұр екен. Әр нәрсенің кілті болады, деді ол естірте даусын шығарып. Әруақ, мұның да кілті табылды. Айғырды биелерге қарай айдаймын. Сонда жанасып кетіп, көп бие оқырынып қалмайды. Анау бір-бірінің мойнын қасып, айқасып тұрған екі бие, дәуде болса алдымен солар ереді. Бәукең бұл жолы бильярд ойнап жүргелі бергі тәжірибесін бажайлап, көздеп, дәлде бұрып еді. Екі бұрыштағы екі торға айырық жасап барып, үш тас түседі деп ойламаған болатын. Әлгі кілтін таптым дегені осы екен. Чемпион келіп Бәукеңнің қолын алып, аты жөніңіз кім сіздің, деді. Бауыржан Момышұлымын. Анау аңырап тұрып қалды да, кәдімгі Москваға жауды бір қадам жібермеген Момышұлы ма? Иә, сол. О, боже, онда сізбен бәсекеге шығып нем бар? Мен жазушы Николай Асановпын. Сіз жоқта чемпион атанып едім, енді ойнамаймын.
Малеевканың чемпионы бүгіннен бастап сіз боласыз, деп қолындағы киін қабырғаға лақтырып жіберді. Қазақтар мұндайды кеме келсе қайық судан шығады дейді, деді Бәукең. Сіз момышұлы екенсіз ғой, деді Давид келіп. Есемді алып бердіңіз, рахмет. Танысқаныма қуаныштымын. Өзіңізге арнап өлең жазамын. Бір нәрсеге бір нәрсе себепші болады деген. Давид пен Бәукең екеуі содан былай достасып кетеді. Бәукең осы жолы Малеевканың чемпионды жеңген чемпионы атанып қайтады. Тыңдағаныңызға рахмет. Арнаға пікір жазуды ұмытпаңыз. Бұл сіз үшін оңай, ал мен үшін үлкен шабыт.